Қанды қол. Кішкентай шалғайдағы шағын ауыл. Кәмелеттік жасқа толмаған. Қызды алып қашуға көмектесті деп, сол ауылдың Мартбек есімді жігіті 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Арада 6 жыл өтті. Әлгі бәленшенің ұлы түрмеден шығыпты дейді ғой. Қаны бұзылған сірә, біртүрлі өзгеріп кетіпті, деп ел шуласып жүрді. Мартбек түрмеге түскенде қарындасы Шолпан тұлымы желпілдеген кішкентай қыз еді. Қазір Шолпан қыпша белі тал шыбықтай бұралған ой жеткен сұлу қыз. Мартбек түрмеден келе сала қарындасы Шолпанға ғашық болды. Бір мезетте пайда болған ерекше сезім Мартбектің бар еркінен айырып, басқа бір әлемге алып бара жатқандай. Сол күннен бері жан дүниесін билеп алған белгісіз сезімнің бодауында қала берді. Жатса да, тұрса да, ойында тек қана Шолпан. Тәбеті қашып, Шолпанды ойлаумен болды. Бұл оянған махаббат ең қауіпті көзсіз махаббат еді. Өз қарындасына қалайша ғашық болмақ. Соның қаупінен сақтанып, өз-өзін сабырға шақырса да, бойды билеп алған белгісіз сезім жеңіп кете берді. Мартбек айықпас дертке ұшырады. Не істегенін өзі білмеді. Қарындасын бүлдірген теруге апарамын деп, Орал мотоциклына салып алып, ен далаға алып келді. «Аға, бұл жерде бүлдірген жоқ қой?» деді Шолпан таңқалып. Ағасы Шолпанды бастан төмен көзбен жеп барады. Қызарған көздерімен көз алмай қарап, Шолпанға жақындап келіп, шаштарынан сипады. Шолпан ағасының бұл ерсі қылығынан тұрған жерінде қозғалмай тұрып қалды. «Сен қыз менің есімнен адастырдың». Мартбек қарындасы Шолпанды өзіне тартып, еріндеріне сүліктей жабысты. Шолпан қатты шошып кетті. Бұлқынып ағасының қолынан сытыла шығып, «Аға, мұныңыз не? Не істеп жатырсыз?» Қарындасының шырылдағанына құлақ таспады. Бас салып жерге алып жығып, арын төкті. Содан бастап қарындасын өз әйеліндей көрді. Шолпан ботадай боздап, ағасының өзіне не істегенін бәрін жайып салды. Әке-шешесі Шолпанды түнде орталарына алып, аңдып жататын күйге түскен. Ішіп алған кезде бәрін боқтап борап, «Қатынымды қайда тығып қойдыңдар?» деп шу шығарады. Осылайша күн артынан күн өтіп, Шолпан ағасынан жүкті болды. Жүкті болған қызын алып, шешесі қалаға апарып босандырды. Туған баланы жетімдер үйіне өткізіп, ауылға қайта оралды. Шолпанның шермеген қарынының жоғын көріп, Мартбек одан сайын кектене ызаланып, «Менің баламды қайда апарып тастадыңдар?» деп жанжал шығарды. Қарындасына опасыздық жасағанын бүкіл ауыл болып білді. Бірақ оны ешкім жазаламады. Ауыл халқы жағаларын ұстап дүрлікті. Кейін бұл жағдайға үйренген ауыл халқы да қалыпты жағдайдай жүре берді. Мартбек ішіп алғанда ата-анасы қыздарын тыға бастайды. Әдеттегідей ішіп алған Мартбек Шолпанды іздеп, алдының бәрін жайпап келеді. Анадайдан айқаға басып, «Шолпан! Шолпан қайдасың? Қатынымды қайда тығып қойдыңдар?» Шолпан әкесінің артына келіп тығылды. Қорқыныштан денесі қалтырап дірілдеп тұр. Жанарынан аққан жасты тыя алмай, «Әке, құтқаршы, әке!» Қызының аянышты күйі әкесінің жанына қатты батты. Бірі туған қызы болса, бірі туған ұлы. Қолынан келер шара жоқ. Басқа амал қалмады. Қолына пештің қасында жатқан балтаны алып, есіктің бер жағына жасырынып, ұлының үйге кіруін тосты. «Шолпан! Әй, Шолпан!» Табалдырықтан аттай бергені сол еді. Әкесі балтамен бір ұрып, ұлының басын екіге қақ айырды. Әптен қаны қарайып ызаланған әке не істеп жатқанын да білмеді. Қанға бөленіп жатқан ұлының өлі денесін балталай берді. Баласының денесінен со тамтық қалдырмай балталап, барып өз еркімен берілді. Мұндай қорқынышты жаңалықты естіген ауыл халқы тағы дүрлікті. Баласын өлтірген әке қамауға алынды. Іс қозғалып сот бірнеше айға созылды. Ауыл халқы болып, аудан болып, баласын өлтірген әкені жақтап
соттатпай алып қалды. Халық арасында сөз тарай бастады. Мартбектің ішіне жын кірген, жынданған, әйтпесе қарындасын қорламайды ғой, деп жарыса айтысып жатыр.